Сәлематсыздар ма балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, сабағымызды бастайық. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын мен сендерге біраз сұрақтар қойғым келіп отыр. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, сендер өздерінің білімдеріңді тексеріп көріңдер. Кәне, дайынбыз ба? Олай болса, бастайық. Менің қоятын сұрағымның бірінші сұрағы: дыбыс деген не? Екінші сұрағым: дыбыс нешеге бөлінеді? Үшінші сұрағым: дауысты дыбыстар қалай аталады? Төртінші сұрағым: дауыссыз дыбыстар қалай аталады? Бесінші сұрағым: әріп дегеніміз не? Кәне, ойланып көрелік. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда менің қойған сұрақтарыма дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, жаңа тақырыбымызды ойланып көрелік. Мен сендерге ребус көрсетем. Сол ребусты шеше отырып, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымызды тауып көрелік. Кәне, ойланайық. Жақсылап ойланып көрелік. Кім жылдам шешеді екен? Өте жақсы, тамаша. Яғни у дыбысы. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Балалар, бүгінгі сабақта біз сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы үйренетін боламыз. Балалар, барлықтарымыз мына бір жаңа ақпаратқа жақсылап тұрып, назар аударып қараңыздаршы. Жақсылап оқып шығайық. Сурет, елу, сусын, шуақ. Жақсылап назар аударып қараңыздар. У дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін орналасқан. Ал енді келесі ақпаратқа жақсылап назар аударыңыздар. Кәне оқып шығайық. Дәуіт, егеу, әуен, уық. Жақсылап назар аударып қараңыздар. У дыбысы дауысты дыбыстан кейін орналасқан. Олай болса, балалар, у дыбысы дауыссыз болады. Қай уақытта? Біріншіден, сөз соңында дауысты дыбыстан кейін келсе, у дыбысы дауыссыз болады. Яғни мысалы, тау, дау, бау, ақтау, қолдау, дайындау, тербеу, тағы басқалар. Екіншіден, сөз басында дауысты дыбыстың алдында келсе, у дыбысы дауыссыз болады. Мәселен, уақыт, уәде, уағыз, уық, уәж, уәкіл, тағы басқалар. Үшіншіден, у дыбысы дауыссыз болады, егерде екі дауысты дыбыстың ортасында орналасатын болса. Мәселен, дәуір, жауын, сәуір, бауыр, тауық, тәуір, тағы басқалай. У дыбысы қай кезде дауысты болады? Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады, балалар. Естеріңізде мұқият сақтап алыңыздар. Түсінікті ме? Олай болса, балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жақсылап тұрып жазып қояйық. Жаздық па? Жақсы, балалар. Алдымен көркем жазу минуты. Яғни, у дыбысын бірінші және екінші жолға әдемілеп, көркем жазып, толтырып шығайық.
Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда әдемі, көркем етіп жазып шықтыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, мына бір суретке жақсылап тұрып назар аударып қараңыздар. У дыбысы бар сөздерді атап шығыңыздар. Және оларды жазып шығыңыздар. Кәне, дәптерімізді ашып, орындайық. Жақсы балалар, менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Келесі тапсырма балалар. Экранға жақсылап тұрып назар аударып қараңыздар. Берілген суреттерді атаңыздар. Сөздердегі у дыбысының дауысты немесе дауыссыз екен ажыратыңыздар. Қалаған сөзбен сөйлем құрап жазыңыздар. Кәне, өз бетімізбен орындайық. Тамаша, менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздағы 16-шы жаттығуды ашып, жақсылап тұрып оқып алайық. Сонан соң, берілген мәтіннен соң тапсырманы ғана назар аударып қарайық. Сол тапсырманы өз бетімізбен орындап шығайық. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Менің ойымша, сендер барлықтарыңда тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Жақсы, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, сабағымызды қорытындылайық балалар. Экранға жақсылап тұрып назар аударып қараңыздар. 2 кигіз үй берілген. Бірінші кигіз үйге у дауысты дыбыс болатындай еді. Ал екінші кигіз үйге у дауыссыз дыбыс болатындай. Сөздердің барлығын жинастырайық. Кәне, ойланайық. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда дұрыс жинастырдыңдар деген ойдамын. Тамаша, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, үйге тапсырманы жазып алыңдар. Оқулығымыздағы 12-ші бетті ашып, 17-ші жаттығуды орындаймыз. Жақсы, жазып қойдық па? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ өте түсінікті болған сияқты деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше дейін сау, сәлематта болыңдар.